Сәлеметсіздер ме? Сіздермен агроөнеркәсіптік кешен бағдарламасы. Органикалық егіншілік бүгінгі күні әлемдік трендке айналды. Адамдар ақпараттық ғасырда өздерінің өмір салтына, тамақтануына көп көңіл бөле бастады. Тиісінше адамдардың көбін біз не жеп жүрміз деген сұрақ жиі мазалайды. Қазіргі уақытта органикалық өндіріске ауыл шаруашылығы жерлерінің әлемдік алаңның 1% тартылған. Әлемдік нарықтағы органикалық өнімнің үлесі 90 миллиард еуроға жеткен. ақш 40 миллиард евро, Германия 10 миллиард евро, Франция 7,9 миллиард евро, Қытай 7,6 миллиард евро. Органикалық ауыл шаруашылығы әлемнің 181 елінде 69,7 миллион гектар аумақта тәжірибеден өткізіліп жатыр. Бір жыл бұрын бұл үрдіс әлемнің 171 еліндегі небәрі 57,8 гектар жерінде бар еді. Ауыл шаруашылығына пайдаланылатын жер көлемі бойынша сертификатқа ие елдер арасында Австралия 35,6 миллион гектар, Аргентина 3,4 миллион гектар және Қытай 3 миллион гектармен көш бастап тұр. Соңғы 24 жыл көлемінде органикалық өнім ең жылдам өсуші нарық қатарына енді. Осы аралықта ол 36 есеге артқан. Ал 2025 жылы бұл нарық 189 миллион ақш долларынан асып түспек. Қытай, Европа, Ресей бұл бүгінгі таңда органикалық өнімге сұраныс екпінді түрде артып келе жатқан Қазақстанның әлеуетті экспорт нарығы. Қазіргі таңда өнімнің бұл түрін негізгі сатып алушы Европа болып отыр. Ситуация такова, что спрос на продукцию имеется. Өнімге сұраныс бар. Жалпы әлемдік статистика бойынша органикалық өнімге сұраныс жер бетіндегі өндірістен де жылдамырақ артып келеді. Бұл Қазақстан үшін өзін нығайта түссе үлкен мүмкіндік. Қазақстанның алшақтығын ескеретін болсақ, қымбат өнімді жөнелту тиімді. Яғни кәдімгі бидай, зығырды тасығаннан гөрі органикалық өнімді сатқан әлдеқайда артығырақ. Бұл логистикаға түсетін салмақты да азайтар еді. Удаленность Казахстана от основных рынков сбыта. Мемлекет басшысы Қазақстан 2050 стратегиясы жаңа саяси бағыт атты жолдауында экологиялық таза өнімге негізделген бәсекеге қабілетті ұлттық бренд құру туралы міндет жүктеді. Сөйтіп Қазақстанды экологиялық таза өндіріске алда тұрған ғаламдық ойыншылардың қатарына қосу қажеттігін айтты. Органикалық ауыл шаруашылығына өткісі келетін фермер бірнеше мағлұматты білу керек. Бұл соншалықты күрделі емес. Біріншіден, оның қоймасы болуы шарт, және ол тек қана механикалық жолмен тазартылуы тиіс. Екіншіден, оның органикалық тұқымы болуы шарт. Қазақстанда органикалық тұқым өндірісі болмағандықтан кәдімгі тұқым да жарайды. Бірақ ол гендік модификацияланған ағза болмау керек және уланбағаны дұрыс. Фермердің қолында техника болуы қажет. Егер ол техникасын дәстүрлі тәсілге де, органикаға да қолданатын болса, оны бөлген абзал. Яғни, бір күш қолдана алмайды. Екі өндіріске де сепкіш пен комбайнды қолдануға болады. Органикалық өнім өндірісін дамытудың алғашқы қадамы ретінде 2015 жылы органикалық өнім өндіру туралы заң қабылданды. Ол Еуропалық одақтың регламенттері мен халықаралық алиментариус кодексінің талаптары, халықаралық органикалық қозғалыс федерациясы ережелеріне негізделді. Оның үстіне Біріккен ұлттар ұйымы, азық-түлік және ауыл шаруашылығы ұйымының органикалық ауыл шаруашылығын дамытуды қолдау және Қазақстанда институционалды әлеуетті жетілдіру жобасы бойынша техникалық көмегі белсенді қолданылды. Органикалық ауыл шаруашылығы агроэкожүйенің санитарлық жағдайын қолдап, жақсартуға, оның ішінде әртүрлілік, биологиялық айналым мен топырақтың биологиялық белсенділігін арттыруға мүмкіндік беретін өндірісті басқару жүйесі. Органикалық өнімді сипаттау үшін органикалық, биологиялық,
экологиялық деген терминдер немесе сөз мазмұны не болмаса қысқартылған атау қолданыла отырып таңбаланады. Органикалық азық-түлікке қойылатын талаптың басқа ауыл шаруашылық өнімдеріне қойылатын талаптан айырмашылығы бар. Өйткені мұндай өнімдерді өсіру және өндіру үдерісі органикалық өнім мәртебесін алуды анықтайтын элемент болып табылады. Зачастую Біз шаруалармен, әрі кәсіпорын өкілдерімен осы органикалық өнім туралы әңгіме қозғағанда көбі одан сескенеді. Оларға химикаттарды қолданудан бас тарту үрей тудырады. Өмір бойы химикатты пайдаланып келген шаруа оны кілт тоқтатса жұмысым жүрмей қалады деп ойлайды. Әрине алғашқы жылдары арамшөп қиындық тудырары сөзсіз. Бұл қалыпты да, өйткені біз өсімдікті түрлі зиянкестерден қорғайтын химиялық заттарды қолданбаймыз. Уақыт өте келе биологиялық препараттарды біртіндеп қолдана бастаймыз. Бұл экологиялық тұрғыдан келетін топырақ және басқа да дүниелерді қалпына келтіру үшін қажет. всего остального спектра, который нам дает именно по экологии. Біздің елде ғана емес, шетелде де жоғары сұранысқа ие органикалық және экологиялық таза өнім өндіру әлеуетіміз өте жоғары. Қасым-Жомарт Тоқаев, Қазақстан Республикасының президенті. 2019 жылдың 3 қыркүйегінде Қазақстан Республикасының үкіметі ауыл шаруашылығы министрлігі әзірлеген органикалық ауыл шаруашылығы жол картасын бекітті. Ол 2019-2021 жылдарға есептелген. Жол картасы нарықтың негізгі жөнелту жолдары мен шарттарын және органикалық өнім саудасының талаптарын анықтау және мемлекеттік қолдау көрсету мүмкіндіктерін қарастыруға бағытталған. Оның ішінде агроөнеркәсіптік кешен субъектілері мамандары мен халықтың білім деңгейін арттыру, халықаралық ынтымақтастық және сыртқы нарықтарды еңсеру бар. Сонымен қатар, ғылыми зерттеулер мен оны жүзеге асыру міндеті тұр. Экспортқа бағытталған экологиялық таза ауыл шаруашылығын жаппай қолдауға арналған қанат қақты жоба қабылданды. Ол Алматы және Жамбыл облыстарында жүзеге асырылады. Бұл жұмысқа халықаралық ұйымдар мен сарапшылар тартылады. Это есть ниша, в которой Казахстан может занять свое место. Қазақстан өз белесін бағындыра алады. Біз өнім жасай аламыз. Оған сұраныс бар. Ал дәстүрлі және органикалық өндірістеде артығы мен кемшілігі болады. Фермер көбірек жанар-жағармай шығындайтынын айта кеткен жөн. Өйткені жермен жұмыс істеп, үлгілерді жөнелтеді. Ол көрсеткіштердің еуропалық стандарттарға сәйкестігін анықтау үшін қажет. Бірақ бұл шығын орынды. Бұрын осы жанар-жағармайға кеткен қаржы химикатқа жұмсалатын. Яғни бірінің орнын бірі басады. Батысқа үлгі жібересің де, орнына өнімнің құнын арттырасың. Өткізу нарығына мемлекет қолдау көрсетеді. Тапсырылған сүттің әр литрі субсидияланады. Бізде бірқатар сүт қабылдайтын, қайта өңдейтін кәсіпорындар бар. Солармен келісім жасалып, сүт тапсырылады. Жеке қосалқы шаруашылықтардан да сүт сатып алынады. Ал ірі кәсіпорындар қайта өңдейтін сүтті шағын шаруашылықтардан сатып алады. Запад для проверки, но ты, в принципе, получаешь надбавку за продукт, который будешь, грубо говоря, получишь. Органикалық ауыл шаруашылығы тұрақты өнімділігімен ерекшеленеді. Сондай-ақ арамшөптер, зиянкестер және аурулармен өмір сүру қалпымен, селекциялармен және ауыл шаруашылық дақылдарды себу айналымымен, су ресурстарын үнемді пайдалану, топырақты өңдеу және қопсытумен үйлесетін тәсілдерді қолдану арқылы күресуді қамтамасыз етеді. Өндірістің тұрақтылығы, қоректік өсімдік заттарды қайтадан қолдану арқылы қамтамасыз етілуі керек. Бұл үстеме қоректендіру жүйесінің қажетті элементі болып табылады. Зиянкестермен күрес және аурулардың алдын алу өсіріліп жатқан дақыл мен арамшөп зиянкес арасындағы тепе-тең байланысты ынталандыру арқылы жүзеге асырылады. Яғни пайдалы құрт құмырсқаларды көбейту, зиянкестер мен өсімдіктің зардап шеккен бөліктерін биологиялық және дәстүрлі тәсілдерді қолдана отырып күрес жүргізіледі. Органикалық мал шаруашылығының негізі жер, өсімдік және үй жануары арасындағы үйлесімді байланысты дамыту болып табылады. Оған үй жануарларының физиологиялық қажеттіліктері мен қылықтары жатады. Бұны сапалы қоректік өнімді органикалық өсіру тәсілімен үйлестіру арқылы қамтамасыз етуге болады. Ол мал басының тығыздығы, мал шаруашылығының жүйелері, үй жануарларының қылықтарына жауап беретін тетіктеріне байланысты. Сонымен қатар малда болатын күйзеліс мөлшерін анағұрлым төмендетіп, олардың денсаулығы мен өзін жайлы сезінуін қадағалап,
ауруларды жойып, химиялық негіздегі аллопатиялық ветеринарлық құралдардан қаша, сондай-ақ антибиотиктер отырып мал шаруашылығын басқару тәжірибесі. При обработке биопрепаратом мы не нарушаем тот самый же биоценоз именно. Біз жерді биопрепаратпен өңдеу кезінде топырақтың биоценозын бұзбаймыз. Негізі химиялық препаратқа еш қарсылығым жоқ. Ол жақсы жұмыс істейді. Бірақ ол жерге тап болғанда тұқымның маңайындағы дүниелерге зиянын тигізеді. Химиялық препарат топырақты жаман және жақсы түрін бөліп қарамайды. Оның үстіне тұқымдықтың өсуіне мүмкіндік беретін пайдалы микрофлора қалпына келгенде 1,5-2 күнге кідіру процесі жүреді. Біз оған үйреніп те қалдық. Ал арпа, ноқат, зығыр секілді тұқым түрлерін өңдеген кезде жасымық пен арпа 4 күнге ерте шықты. Сондықтан 2 күннің де үлкен айырмашылығы бар. Біз топырақты таңдап алып, оның патогендік және сапрофиттік микрофлорасына талдау жасаймыз. Ұғынықты тілмен айтар болсақ, бұл жақсы және жаман бактериялар. Жаманы патоген, жақсысы сапрофит. Жердің көп мөлшерін тексергеннен кейін біз жерді құртып жатқанымызды түсіндік. Процентке шақтайтын болсақ, патоген мөлшері сапрофиттен асып кеткен. Мұндай жағдайда сапрофиттер аурумен күресуін тоқтатады да жаман жағына өтіп, солармен бірігеді. Солай оңай болып кетеді. Топырақтың патогендік құрамын ғана талдаймыз. Ондағы азот, фосфор, калийдің де мөлшерін тексеріп, кәсіпорындарға ұсыным әзірлейміз. Органикалық егін шаруашылығында нені қолға алсақ та, бірінші кезекте топырақ тұрады. Что бы мы не делали в органическом земледелии, первостепенно это у нас почва. Большое внимание полю уделяется. Алаңға үлкен мән беріліп жатыр. Тұқым себу айналымы сақталуы қажет. Дәнді бұршақты дақылдарды себу 20%-тен кем болмауы керек. Олар топырақты қалпына келтіреді. Алқаптың 50%-тен астамы аңыздық дақылмен қамтылу керек. Яғни 2 қанатты немесе қысқа дақыл келмейді. Дақылдар бидай, зығыр болып, жыл сайын алмастырылып отыру керек. Пожнивными остатками. То есть двухпольный или короткоротационный севооборот не подойдет. Органикалық өнім шығаратын өндіріске сертификат алу үшін сәйкестікті растайтын органдарға бару қажет. Бұл өнім өндірушілерге, жеткізушілерге және тұтынушыларға тәуелсіз аккредиттелген ұйымдар. Қазақстанда бұл бағыт бойынша Нұр-Сұлтан қаласындағы ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы акционерлік қоғамы филиалы аккредиттелген. Қазіргі таңда органикалық өндіріс саласында сәйкестікті растайтын органдардың санын көбейту жұмыстары жүріп жатыр. Өз кезегінде үкімет сәйкестік сертификаттарын өзара мойындау шараларын жеңілдету бағытында тиісті жұмыстар атқарып жатыр. Өнімді экспорттау және шетелдік сертификат алу үшін органикалық өніміңізді сатуға ниет білдіріп отырған елдің сәйкестендіруге аккредиттелген органына жүгіну керек. Өндіруші бекітілген талаптар мен процедураларды сақтауға міндетті өтпелі кезеңді сәйкестікті растайтын орган анықтайды. Сонымен қатар өтпелі кезеңінің ең аз ұзақтығы. Егіс алаңдар үшін егістікке дейін 1 жылдан кем емес. Жайылымдар үшін ауыспалы кезеңінің басынан бастап 6 айдан кем емес. Көп жылдық дақылдар үшін қоректік өсімдіктерден басқа алғашқы органикалық өнімді жинағанға дейін 1 жылдан кем емес. Тыңайған жерлер үшін өтпелі кезеңінің мерзімі қысқартылуы мүмкін. Конверсия кезінде алынған өнім өтпелі органикалық өнім деп сатылады және таңбаланады. Для перехода на органическое земледелие нам понадобится буквально 2-3 года. Органикалық егін шаруашылығына өтуге 2-3 жыл қажет. Өтпелі кезең өсімдікті химиялық өңдеуден бас тарту кезінде болады. Сөйтіп, органикаға барлық стандарт пен технология бойынша өтеміз. Бұл арада бір кілтипан бар. Кәсіпорындардың қарамағында тыңайтылған жерлер болады. Оның 10-15 жыл қолданылмағандығын жоғары органдарға дәлелдеу қажет. Сонда бұл кезең 2 есеге қысқарады. Бірақ оны кәсіпорын сертификат алғалы отырған органның инспекторы тексеруі керек. Например, там 10-15 лет, то этот период сокращается практически в 2 раза. Органикалық өнімді өндірушілер, қайта жұмыс жасайтындар мен сатушылар органикалық ауыл шаруашылығы өнімдерінің тазалығын сақтауға мүмкіндік беретін стандарттарды ұстанады.
Органикалық өнім дәл осы органикалық өнімге қол жеткізуге мүмкіндік беретін арнайы сертификатталған, расталған экологиялық таза өнім. Және ол кәдімгі өнімге қарағанда айтарлықтай құнды. Сондықтан ауыл шаруашылық тауарларын өндірушілер үшін өте тартымды болып отыр. Сіздер агроөнеркәсіптік кешен бағдарламасын көрдіңіздер. Көріскенше күн жақсы.